Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Төрт еңбек ардагеріне айрықша тоқталып өткенде жөн көріп отырмын. Олар Нұрмолда Алдабергенов, Ыбырай Жақаев, Жазбек Қуанышбаев, Смағұл Шабдарбаев. Шынымды айтайын, бұл төрт кісіні халқымыздың төрт бәйтерегіндей көремін. Ол кісілердің елінің шетіне аяқ іліктірсем, соқпай өтпейтінмін, сәлем бермей кетпейтінмін. Қайғайсымен әңгімелесу жан семіртіп, рухыңды биіктете түседі. Қарапайым, бірақ кісілігі жоғары, мінезге бай олар. Еңбек деген ұлы мектептің төрт арысы осылар. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Шынымен елді еңбекқорлық қана көрсетеді. Табысқа жетудің ең басты кілті еңбек. Осы ретте металлург, кеншілер, дәнекерлеуші, құрылысшылар жайлы сөз қозғамай өтпеске болмайды. Металлургтер жер қойнауынан шығатын пайдалы қазбаларды өңдеп, өндірістің негізін қалыптастырады. Олар металдарды өңдеп, оларды жаңа құрылымдар мен өнімдерге айналдырып, экономиканың әртүрлі салаларына қажетті материалдармен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта металлургтер Қазақстанның болашағын дамытуға үлкен үлес тигізіп жатыр. Еліміздің металлургия өндірісі жасай берсін. Кенші мамандығы отандық өнеркәсіптегі ең күрделі әрі батылдықты қажет ететін салалардың бірі. Себебі бұл жолды өмірлік іс ретінде таңдаған адамдар күн сайын ерлік жасайды. Кеншілердің еңбегі кез келген мемлекеттің табысты экономикалық дамуының маңызды бағыты болып саналады. Кеншілер рухы мықты адамдар. Қара алтынмен елімізді байыта берсін. Дәнекерлеуші өзінің қолмен ғана емес, өнерімен де жаңа әлемдер жасайтын шебер. Ол өндіріс пен құрылыс саласындағы үлкен жобаларды жүзеге асырып, қоғамның өркендеуіне зор үлес қосады. Өйткені дәнекерлеушілер болашақтың іргетасын қалау үшін еңбек етіп жүрген нағыз шеберлер. Құрылысшылар құрылыс саласына еліміздің тұрмыс сапасы мен әл-ауқатының артуына және барша азаматтың баянды болашағын қамтамасыз етуге тың серпін беріп келеді. Құрылысшы қауымның қажырлы еңбегінің арқасында сәулетті де әсем ғимараттар бой көтеріп, әлеуметтік нысандар көптеп салынып жатыр. Құрылысшының қолынан шыққан әрбір ғимарат ұрпақтарға қалатын мәңгілік мұра.
Бұл мамандардың әрқайсысы өз саласында жоғары деңгейде жұмыс істеп, еліміздің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Әрбір маман өз ісінде үлкен жауапкершілікпен жұмыс істей отырып, қоғамның дамуына ықпал етеді. Сондықтан осы мамандықтар еліміздегі өндірістік күштерді дамытуда шешуші рөл атқарады. Сол себепті де осы мамандықтар қашанда құрмет пен сыйға лайықты. Еңбекқорлық біздің негізгі құндылығымыз болды. Оның ұлт сипатын айқындайтын асыл қасиетке айналдыруға тиіспіз. Отан мен отбасының арасында айбыны Алатаудай алаш бар. Тамырлы тарихын тасқа жазып, тұлпары тағалы, сұңқары бағалы болып, рух пен риясыз өрлікке ие болған біз қазақ деген елміз. Аттың жалында, түйенің қомында жүрсе де, қуанышын елмен бөлісуді ұмыт қылмайтын қазақ қана. Дүбірлеп төккендер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер. Армысыздар, ардақты ағайын. Кеш жарық құрметті ата-аналар, қадірлі қонақтар. 1 наурыз Қазақстан халқының алғыс айту күніне орай
болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын атты дәстүрлі мектебіміздің концертіне баршаларыңыз қош келдіңіздер. Бұл күн қазақтардың ынтымақтастығы мен достығының символы, қонақжайлылығының көрсеткіші ретінде атап өтіледі. Достықтың, толеранттылықтың, мемлекеттік саясаттың жолын жалғастырады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер дей отыра, жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Біз үшін бұл өте маңызды. Жұмысшылардың мәртебесін көтеруге деген бүкіл еліміздің өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығына үлкен әсер беретініне сенеміз. Қазақстан Республикасының барлық еңбек адамдарына әрине алғыс білдіреміз. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіз, ақылдылықтарыңыз бен табандылықтарыңыз ел дамуының негізі. Әр саладағы жұмысшылар, мұғалімдер, дәрігерлер, құрылысшылар, ауыл шаруашылығы қызметкерлері, кәсіпкерлер мен мемлекеттік қызметкерлер әрқайсыңыз елдің өркендеуіне үлес қосып келесіздер. Алғыс айту, жүректен шыққан шынайы сезім, жақсылықтың нұрын шашатын ізгі амал. Біздің ата-анамызға, ұстазымызға, досымызға және туған елге деген алғысымыз шексіз. Осы жарқын көңіл мен ризашылық сезімін сіздерге жеткізу үшін сахна төріне Балауса вокал тобының кіші тобын шақырамыз. Жетекшісі Ниетбаева Зәуреш Ермановна.
Алатау тобының үлкен тобы елге сәлем әнімен. Алдарыңызда асыл әжелер. Asıqan suda suşa, ey vada bozban, talaydı жолға тастап басы боздым. Су емес қызға әбден шөл дегендей жігітім, неге сонша мойным создым? Едім қағашқан, мен вада боздасқан, мөлдір су бар достарым, мөлдір су бар достарым. Мен вада боздасқан, мөлдір су бар достарым, мөлдір су бар достарым, қамыңа достарым. Су тасып өлең айтып ей аралаймын, жігітке арналмын ау қарапаймын. Жылтыңда әуре боп жүр кейбір құлдар, так что ондайларды қаламаймын. Едім ғашықтан, мен вада боздасқан, мөлдір су бар достарым, мөлдір су бар достарым, қамыңа
тек киім емес, адамның өзіне деген сенімділігін, талғамын және ішкі дүниесін көрсететін ерекшелік. Сән бұл адамның рухани әлемінің көрінісі. Сән өзіңді жақсы сезудің ең әдемі тәсілі. Сән әрқашан өзгеріп отырады, бірақ шынайы стиль мәңгі қалады. Дұржамау, адамның ішкі дүниесі тек сәнмен шектеле ме? Қалай ойлайсың? Жоқ, адамның ішкі дүниесі тек сәнмен емес, бақыт деген ұғыммен негіз. Бақытты шақ жүрегінің ең таза сәті. Тыныштық пен қуаныштың бірігіп, бірге билеген мезгілі. Осы сөздерімнің дәлелі ретінде алдарыңызда балаларымыздың бақытты балалық шағына себепші болып жүрген бастауыш сынып мұғалімі Әмірхан қызы Балғын мен мектебіміздің сән үйірмесі өз өнерлерін ұсынбақ. Жетекшілері, технология пәні мұғалімдері Биболова Ләззат Көпжасаровна және Хусаинова Алмагүл Ергалиевна. Шаттық би ансамблі сіздерге өз өнерлерін паш етпек. Жетекшісі Қайдарова Әсел Амангелдиевна. Қабыл қарсы алыңыздар, Кең дала биі.
өнер көрсететін мектебіміздің мұрагер домбыра ансамблі жетекшісі Садуов Қайрат Қожанович.
еңбегі, алты алашты аузына қаратқан дүлдүл айтыскер ақын, республикалық айтыстар мен телевизиялық жобалардың жүлдегері, Шахтинск қаласы әкімінің жастар сыйлығының иегері, Қарағанды облысының жылдық үздік айтыскері, алдарыңызда Байсүгіров Нұрмұхаммед ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Балалықтан барам мүлдем алыстап, зулап өтіп барат күндер қарыштап, қуаласып ойын ойнап жүруші, іздесек те ол күн келмес жақындап. Өмір, 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 өмір бір келет, бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Өмір, 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 өмір бір келет, бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Қайрылмайды уақыт бүгілме, табылмайды бақыт жүгірмегенге. Өмір деген сынақ өткенге қара, өмір қымбат осы сәттермен ғана. Өмір, 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 өмір бір келет, бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Өмір, 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 өмір бір келет, бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Өмір, 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 өмір бір келет, бүгін бармыз ертең оны кім білет, сыйласайық барда өзгеше бөлек. Өмір, өмір бір күн өтер дөңгелек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, қадірлі ұстаздар. Мынау бір арып үйреткен мұғалімге 40 жыл сәлем бер дей ма? Сол секілді мен де осы 16-шы қазақ орта мектебі тұғын. Мен оқыған кезде қазір Әлихан Бөкейхан атамыздың атын алған лицейге айналған мектептің есептік концертіне елеп ескеріп шақырған мектеп ұжымына мың алғысымды білдірем. Енді мені ең біріншіден Зәуреш Ермановна Алтынкүл Мектепбайқызы айтыскер ақын болуыма
үлкен себепкер болған. Сондықтан енді осы мектептен айтыскер ақын болып түлеп ұшқаннан кейін неге бір жыр шумақтарынан арнау айтпасқа деп өтінгеннен кейін айт дегенде несіне аянайын деп Дариға домбырамды берші маған деп сіздерге жырдан сөз жасайын деп жауап бердім. Концерт болады деген соң күліп келген, 8 қырлы болады жігіт деген. Оқушылар орындық әкеп жатыр. Ел дегенде жүректі жұлып берем. Бірақ маған орындық қажет емес, шақ тигізгішін всегда тұрып берем. Ашылсын арнау менен жан сарайың, думанды сіздерменен қарсы алайын. Ассалаумағалейкум шах теңіз кім, ұлдары хан, қыздары ханшадайын. Бүгін міне мерекелік кеш боп жатыр, осыны жақсы жырмен жар салайын. Өз балаңа ағайын, шабыт беріп шапалақ ұрып отсаң шаршамайын. Қолың түсіп қалғанша қол соқсаңдар, жағың түсіп қалғанша жан салайын. Елімнің түгенделіп ер тұрманы, жырымды еміреніп ел тыңдады. Қанша рет келсем дағы бұл қалаға, сөзбен тауса алмаймын көркіңді әлі. Әлихан атындағы мектебім ай шығарған небір текті тау тұлғаны. Мен де сол мектебімнің түлек едім, кеп тұрған сахнаңда сән құрғалы. Ендеше қошеметпен қарсы алғайсың, қайдасың Шахтинскінің мәрт ұлдары. Өзегінен теппейтін өз баласын, өз елім аманбысың, өр тұлғалау айы. Домбыра ақындардың тірегі ғой, ақын қылған осы елдің тілегі ғой. Мен келіп ем әкімде кіріп келді, қашанда елдеп соққан жүрегі ғой. Әкім менен ақының қатар келсе, ол екеуі бұл жұрттың тірегі ғой. Барлығын айт, ағайын өздеріңде біліп тұрсың, әкім қашан келетінін біледі ғой. Әркімге туған жері жұмақ еді, ақиқат ақындарға сыңар еді. Шахтинскі құлпырып күннен күнге, қазақы қала бопты тым әдемі. Қандастар да кеп жатыр легі-легімен, оған да шын назарын бұрар елі. Қанша жыл тұрсам дағы Шахтинскіде бір сұрақ мазалайды мына мені. Қалаға кіре беріс, қалаға кірген бетте бір жазуды, оқуға келгендер деп құмар еді. Шахтинскі любимый город деген, әрине сөзде шығар тым әдемі. Қазақ саны көбейді Шахтинскіде, елітіп өлеңменен жыр әлемі. Бірақ та сол жазуды қазақшалап қойсақ бір жарасымды бұқтырар еді. Ол жазуда әрине көз көрді ғой, демеймін халық бұдан мез болды ғой. Қара көз қазақтардың саны басым,
орысшадан арылар кез келді ғой. Ағайын ақын келсе ағылса екен, ақындарың ағынан жарылса екен. Тілерім осындағы ағайынға құлдық санадан мәңгілік арылса екен. Ақынның аузымен айтылған сөз әкімнің құлағына шалынса екен. Талантымды бағалап халық көрсе, жақсы ғой ақынына жарық берсе. Жаңа жұртым біраз нәрсе айт деп жатыр, осылай ақынына бағыт берсе. Халықтың мұң мен зарын айтамыз ғой, ағайын шапалақпен шабыт берсе. Шахтинскіде қарасам екі мектеп, тамашалап сол мектепке барып көрсе. Бірақта біраз бала сыймай жатыр, біліміз деп барлығы жарық көрсе. Жанымыз бір жадырап жайланар ед, әкім тағы жайлы мектеп салып берсе. Сөзімді ағайын жұрт ұға берсін, ағайын өлең жырға құмар еңшін. Әлихан атамыздың мектебінен Әлихандай мықтылар шыға берсін. Сол мектептің түлектері концерт берсе, ағайын мойындарын бұра берсін. Құдайға шүкір құлпыртып жатырсыздар, осыны ағайында ұға берсін. Қолынан келгендерін жасап жатыр. Әкімде қандай енді кінә болсын, бұйырса мектепті де салып берер, осыған ағайын жұрт күә болсын. Осы тілек қабыл болсын деген залдар, аямай алақанын ұра берсін. Азаматтың бір едім бойтып деген, өлеңмен көңіліңді байтып көрем. Ал осы мен көп сөзбай тоқталайын, мен әлі алдарыңа қайтып келем. Жақсы өлеңнің жалғасын Алла жазса, жайлы мектеп салынса, айтып берем. Әрдайым көңіліңнің қошы болсын, жастардың білім мәңгі досы болсын. Ағайын азда болса көптей көргей, артық кеткен жер болса кешірерсің. Шахтинск қаласында батыр менен мына мендей ақындар өсіп өнсін. Ұстаздар азда болса көптей көргей, ұлыңның арнағаны осы болсын. Олай болса алдарыңызда шаттық би ансамблі Адай биімен.
ансамблі. Елім, Қазақстан туған жерім, қасындағы сұлу керім, таңдамадым елімдегі. Сенің жеткіліксіз екен сөзің, ағылдың қазақ жерім, таңғалатын елдің өзің. Тауларым, өзен көлім, аспан елім, Қазақстан. Елім, байтақ жерім, аспан көлім, Қазақстан. Сәнім, тарбағатай алған тауым, Баянауыл көкшетауым, өзінің шекасынан тауым. Тағы айтпады ғой Балқаш көлін, бурабай шалқар төрін, көрмегенсің бәлде көбін. Тауларым, өзен көлім, аспан елім, Қазақстан. Елім, байтақ жерім, аспан көлім, Сұлу, біздегі өмір сүру, таңдамаша ойнап күлу, керемет қой бірге жүру. Келсек, табиғатты көзбен көрсек, Қазақстан ғажап деуші, сөзімізге өзің сенсек. Тауларым, өзен көлім, аспан елім, Қазақстан. Елім, байтақ жерім, аспан көлім, Баласар Матанова, қошеметтеріңіз. Шіркінай отбасылық ансамблін қошемет құрметпен қарсы алыңыздар. Менің қазағым әнімен. Менің қазағым елі жомарт, жері кең, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым иманына берілген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төрнен. Менің қазағым жарқылдаған алдаспан, ер бабалардай батырлығы жалғасқан. Менің қазағым он пернені дәл басқан, өмірі думан, көңілі күйен дастан. Азияның әлемге айбарысың қазағым, жығылмаған түркінің байрағысың қазағым, бауыр тұтқан баршаны жайдарысың қазағым, тектіліктің томадай қайнарсың қазағым.
қазағым маң жығылып мұң тұрған барыстай алғыр бойда намыс бұлқынған менің қазағым жанарына нұр тұнған қырандай күшті тек биікке ұмтылған Азияның әлемге ай барысың қазағым жығылмаған түркінің байрағысың қазағым бауыр тұтқан баршаны жайдарысың қазағым тектіліктің тұмадай қайнарсың қазағым менің қазағым ұлы қонған атқа жаз айдай аруым ардың жібін аттамас менің қазағым әлем бүгін бақталас биікке бастар бақыт жолын тапталаш Азияның әлемге ай барысың қазағым жығылмаған түркінің байрағысың қазағым бауыр тұтқан баршаны жайдарысың қазағым тектіліктің тұмадай қайнарсың қазағым жаса мәңгі қазағым жаса менің қазағым Шаттық би ансамблінің орындауында мен қазақпын биін қабыл алыңыздар.
айта бер шіркін япырмай. Сахна төрінде шаттық би ансамблі қарсы алыңыздар. Қуыршақтар биі. Сәлем Барби. Сәлем. Кел қыдырайық. Рас па? Әрине. Қуыршақпын мен жарқырап жүрген өмірімде, көңілімде жаздай жайнайды, күліп ойнаймын, ұнайды маған өмірім жайнаған. Көңілді қуыршақпын ғой бол жалғанда, сүйкімді әдемі гүл жайнаған. Сен маған ұнайсың, сұлу қуыршағым, досымсың, қасымда бір ойнаған. Досымсың, расында, әрдайым бол қасымда. Қуыршақпын мен жарқырап жүрген өмірімде, көңілімде жаздай жайнайды, күліп ойнаймын, ұнайды маған өмірім жайнаған. Қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық. Сен мені ешқашан алдамайсың ба, қорғайсың ба, мені сыйлайсың ба? Шын сөзім, сені қорғаймын, аялаймын, барымды өзіңнен аямаймын. Досымсың, расында, әрдайым бол қасымда. Қуыршақпын мен жарқырап жүрген өмірімде, көңілімде. Қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық. Қуыршақпын мен жарқырап жүрген өмірімде, көңілімде жаздай жайнайды, күліп ойнаймын, ұнайды маған өмірім жайнаған. Қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық, қуыршағым қыдырайық. Бүгінгі күн қандай тамаша, я достар? Арнайы Астана қаласынан ат телетіп келіп жатқан қазақ эстрадасының қазіргі жарық жұлдыздарының бірі. Мектептеріңіздің түлегі, жас композитор. Әрине, Гавайға, қатеменен ойнай берем атты талай-талай хит әндерінің орындаушысы. Авторы, яғни өзінің авторлық әнімен сахна төріне Ұлғазбаев Мұхтарды қошемет, құрметпен қарсы алайық, жастар. Ал кетті. Ассалаумағалейкум. Кешіріңіз болсын.
бірақ жан жағыңа қарап өттің саған мен қара бетпін, болды не кімді күткен көздеріңмен шақырдың да ала кеттің. Басқа тілде еркелетсем саған көп ұнайды, мәссің алып берсем шоколад көп ұнайды. Махаббат деген күш, міне сонда бақыт, соны ұғынғандар бұл өмірде ұтылмайды. Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Ты девочка такая, почему на виду? Покатаю, хочешь, мерсили в Малибу. Я же знаю тебя, всего лишь парами. И вынесли мой мозг, трарарали. Все ищешь свое счастье на белом коне. Че стоишь, 50 моргая фарами. Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Бірге сыннан өтпедің бе? Тек сүйгенім жетпеді ме айтарым? Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Ғашық көздер сұлу болмай ма? Махаббат апарады Гавайға, тағы сезерсің деп жүрерсің көп. Ассалаумағалейкум. Жалғасым. Негізі осы жол өз қалыма шынымен сағынып келдім. Себеппен қандай болсын, болды келе берсем болды деп, бүгінгі сол үлкен тізімнің ішінде болған мен рахмет айтам, сіздерге сәлем берем. Мына мектеп біздің осы жас кезімізден ақ, жаңаға құмар кезден ақ, сол кезде жанымыздан табылған ұстаздарымызға мен де сәлем беріп келдім. Сол ұстазымыздың мектебіміздің осы Шахтинск қаласының арқасы. Соның ішінде бізде бұл мектепте қанша жолдар бар, өтіп кеткен үлгілі жолдар, соларға біріне қосып, мен де айтысқа қосты. Соның арасында жүріп, Шахтинск жақсы көргеніміз шығар, Қарағанды туралы ән болсыншы деп. Ең бірінші шығарған әнім ғой. Оны қайдан білейін елге тарап кететін. Шахтинсктің қасында, Шахтинск деген жазудың қасында шығарған девочка из города Караганда деп орындайтын жігіт жетеріне жеткізді. Енді мен сіздерге қатты Шахтинсктің проблемасын айтпайын. Ары қарай орнымызға тұрып билеп көрейік. Жаңа музыканы бізде зерттеп көріп жатырмыз. Қаулаңыздар. Қате менен деген қызық атпен келесі қандырсыз. Екеуміз орынды қай бәлеге білмеймін, бұл махаббат баға келіп ме? Жұрттардың айтқанын қателеп ме? Қылыптым сені әл атамынға теменен. Екеуміз орынды қай бәлеге білмеймін, бұл махаббат баға келіп ме? Жұрттардың айтқанын қателеп ме? Қылыптым сені әл атамынға теменен. Қате менен, қате менен, қате менен. Қылыптым сені әл атамынға теменен. Қате менен, қате менен, қате менен. Қылыптым сені әл атамынға теменен. Нема, саған керегі внима, жетеді менде жаным сұлу, қасымда сенің барың сұлу. Тебеді ол бастан махаббатқа, мастан сен үшін кемдейді, жүрегіме емдейді, бәрін қой тастаңда. Екеуміз орынды қай бәлеге білмеймін, бұл
махаббат бага келеме жұрттардың айтқанын қателеме қылыптым сені әл атамынға теменен екеуміз орындық қай бәлеге білмеймін бұл махаббат бага келеме жұрттардың айтқанын қателеме қылыптым сені әл атамынға теменен қателменен 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 қылыптым сені әл атамынға теменен қателменен қателменен қылыптым сені әл атамынға теменен қазір өзі қызық боп қалды сүймейтіндер көп қалды қызғанып қарап көрсе шын бақытты шоқтарды оның шешімі сол шын сезім ғана құтқарды құлақпен тыңда мені ұнатты енді нені түсінде көргендей өткен қыздар түсіне алмай кетті әлі мені екеуміз орындық қай бәлеге білмеймін бұл махаббат бага келеме жұрттардың айтқанын қателеме қылыптым сені әл атамынға теменен екеуміз орындық қай бәлеге білмеймін бұл махаббат бага келеме жұрттардың айтқанын қателеме қылыптым сені әл атамынға теменен Сіздерге рахмет, кездескенше әлі жаңалықтарымызбен көрісетін боламыз. Астана бойынша ауа райы қолайсыздығына байланысты әуежайларда рейстардың кешіктірілуі немесе орындалмауы мүмкін. Уважаемые пассажиры, в аэропортах Астаны из-за плохой погоды могут быть задержаны или отменены рейсы. Dear passengers, flights at Astana airports may be delayed or cancelled because of bad weather. Астана бағыты бойынша рейске отырғызулар басталды. Жақсы ұшуларыңызға тілектеспіз. Уважаемые пассажиры, началась посадка на рейс в столицу. Желаем вам хорошего полета. Dear passengers, boarding for the flight to the capital has begun. We wish you good flight. L'époque rêvée, saut en arrière, le passé, jusqu'à l'époque du swing.
Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée, vive l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée, vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Alien sont prêts. Chattanooga in the mood, sing sing moonlight serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Мектебіміздің дарынды оқушылары, бірнеше сайыстардың жеңімпаздары, шет ел асып Түркия елінде ән байқауында жеңімпаз атанып, ән өнеріне қадам басып келе жатқан жас жеткіншектер Даяна мен Нұрисламды қарсы алыңыздар.
just like every child. Just like every child. Need to find a place, guide us with your grace to a place we will be safe. Where the pagan shame, high wretches I know. Senta che ci Сахна түрде Шырқақ би ансамблі Өзбек би. Сахна төрінде сіздерге жүрекке жылы тиер әсем әнін тарту ететін лицей мектебіміздің ер мұғалімдерін қарсы алыңыздар. Ана туралы жыр. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, аланың әр гүлін жинадың сен маған.
сен берген қостардың қанатын самғаған балалық құштарым өзіңе арнаған әлдилеп аялап өсірген жемісім самал жел саябақ құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын өтеуге борышым анашым жан сырым іздедім сен үшін әлемнің асылын әлемнің байлығын сыйла дем кеш мені сыйла дем ай күнін қолыма түспеді әлдилеп аялап өсірген жемісім самал жел саябақ құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын ерте көр қанағат әзірге берерім балалық махаббат балалық жүрегім бұл риза анашым қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал әлдилеп аялап өсірген жемісім самал жел саябақ құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңліңді көктемдей көзіңнен танимын Биыл мектебімізде шаттық би үйірмесіне 10 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында ауыз толтырып айтарлықтай керемет жетістіктерге жете білді. Талантты жастар мен дарындыларды жинап, балалардың өнерге деген эстетикалық талғамын арттыра отырып, оқушыларымыздың бос уақытын ұтымды пайдаланып, өнерге ерте араластыра білген жетекшісі Қайдарова Әсел Аманбекқызына алғысымыз шексіз. Би өнерін қалыптастыра білген үйірме тоқтаусыз дами берсін. Олай болса, бүгін сіздерді алысқа, ерекше ритм мен еркіндіктің мекені Африкаға саяхатқа шақырамыз. Бұл би даладай кең еркіндіктің, отты сезім мен қайталанбас ырғақтың көрінісі. Сахна төрінде шаттық би ансамблі қабыл қарсы алайық, қошемет, құрмет білдірейік. Африка биі.
Chihuahua. Туған ел мен жер адамның жүрегінде мәңгі орын алатын қасиетті ұғым. Туған жер әрбір адамның жүрегінде мәңгі жасайтын, тыныс алған сайын сезілетін қасиетті мекен. Туған ел сенің жаның мен тәнің өсіп өткен, әр қадамының ізін қалдырған жер. Туған ел ата-бабамыздың қаны мен терісінде болашағымыздың басты негізі. Көк туы сахна төрінде балауса және шаттық толы қарсы алыңыздар.
Құрметті қонақтар, бүгінгі іс-шарамызға алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сізге мың алғыс айтамыз. Қош сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк аспанның айғанда көктеміз келбіремесін, олай болса ардақты ағайын істеген осындай керемет өнерлерді паш еткен өнерпаздарға тағы да бір қошемет, құрметтеріңіз болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Көк туды бойсыңды кім қандай жүз, кімде қандай